Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында авитаминоздың алдын алу туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Авитаминоз әлде бір дәруменнің ағзаға жетіспеушілігінен туындайтын ауру. Әсіресе көктем келгенде біздің ағзамыз тез шаршап, ұйқыға жатқысы келіп тұрады. Депрессияға тез берілеміз. Кейбір жағдайда шашымыз түсіп, ерніміз жарық-жарық болып кетеді. Міне осы жағдайлар авитаминоз ауруының тууынан болады. Егер ұйқыңыз қашып, тәбетіңіз жоғалса, басыңыз солқылдап ауыра бастаса, ағзаға В1, В9 дәрумендері жетіспейді деген сөз. Есте сақтау қабілетінің нашарлауы, іштің ауруы В12 дәруменінің жетіспеушілігінен туады. Д мен Е дәрумендері жетіспесе, ол бірден байқалмайды. Тез арықтау, терлей беру осы дәрумендердің азаюынан хабар береді. Авитаминозға шалдығуға ең алдымен дұрыс тамақтанбау себеп болады. Одан бөлек асқазан, ішек жолдарының ауруы, дәрумен тапшылығы да авитаминозға шалдықтырады. Мұны дер кезінде емдемесе, ағза түрлі дертке шалдығады. Авитаминоз үлкендерде қалай білінеді? Ол кезде адамның терісі құрғап, босаңсиды, әрі түрлі дақ басады. Тісі ауырып, қызыл иек қанайды. Шаш әлсізденіп, қайызғақ түседі. Бетке ұшық шығады. Бет, қол, аяқ ісінеді. Дененің иісі өзгереді. Тырнақ сынғыш келеді. Көзінен жас ағып, қызарады. Ас қорыту жүйесі нашарлайды. Есте сақтау қабілеті төмендейді. Ашуланшақ келеді. Әрі түнгі ұйқысы бұзылады. Бұлшық ет пен буындар ауырады. Дәруменнің жетімсіздігі теріні құрғатып, қабыршақтандырады. Тіпті ерін де кезеріп жарылады. Езулікке жара пайда болып, мазаңызды алады. Бір жеріңізді жырып алсаңыз да көгеріп, ауырсынып жүреді. Осының барлығы дәрумен тапшылығын білдіреді. Дәрумен тапшылығынан тырнақтың түсі өзгеріп, саулығы нашарлайды. Тіпті жұқарып, сынғыш келеді. Мұны емдеу үшін түрлі майлар мен қымбат жақпалардың күші де жетпейді. Мұндай жайсыздықтан дәрумен қабылдау арқылы ғана құтыласыз. Дәрумен тапшылығының негізгі белгілерінің бірі шаш. Оның саулығы мен көрінісі сіздің денсаулығыңыз туралы айтып береді. Егер шашыңыз өңін жоғалтып, жұқарып түсетін болса, онда ағза қандай да бір дәруменге зәру болып жатыр деген сөз. Ал шаштың бірден ағаруы, қайызғақ басуы, терісінің қышуы бұл асқынған авитаминоздың белгісі болып табылады. Сондай-ақ көру қабілетінің төмендеуі, көздің жасаурауы, қызаруы шаршағанның белгісі емес, тиісінше дәрумен тапшылығының көрінісі. Ешқандай себепсіз тісіңіз қанаса, ұртыңыз жарылып, ойылып мазаласа, тісіңіз жылы мен салқынға сезімтал болса, онда стоматологтан бұрын терапевт дәрігерінен де кеңес алғаныңыз абзал. Өйткені бұл авитаминоздың басты белгілері екенін ескеріп жүріңіз. Кейде таңертең қолыңыз бен бетіңіз ісінеді. Мұның себебін жатар кезде су ішіп жатқаннан немесе бүйрек ауырғаннан іздейміз. Бұл өте қате шешім. Өйткені ісіну авитаминоздың негізгі белгілері екенін біліңіз. Тері, шаш, тырнақ саулығының нашарлауы А, Е, С және Б тобындағы дәрумендердің жетіспеуінен болады. Мұның алдын алу үшін ет және сүт өнімдерін көбірек тұтыныңыз. Оған қоса өсімдік майы мен дақылдарды жеуге тырысыңыз. Үнемі спортпен шұғылданыңыз. Таңғы жаттығу жасауға әдеттеніңіз. Салауатты өмір салтын ұстануды мақсат етіңіз. Сонда иммунитетіңіз көтеріліп, авитаминоз ауруынан алыстайсыз. Ас мәзіріңізден бауырды, жаңғақты, жарма мен бұршақ өнімдерін, ет пен балықты, балғын жеміс-жидектерді, көкөністерді, кебектен дайындалған нанды, балық майын үзбеңіз. Егер ағзаңызда жоғарыда айтылған авитаминоз белгілері байқалатын болса,
міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.